Жылқы иісі болған оқиға желісімен. Жолды әңгіме қысқартады. Бір күні саяхаттан бір қария мінді. Нарынқолдан екен. Радиода бір жылқы туралы әңгіме болып жатқан. Колонкаға құлағын тосып тыңдап отыр. Даусын көтеріп қойдым. Бір кезде жылқы туралы айтып жатыр. Жылқы деген жақсы мал ғой, жарықтық. Балам, жол қысқарсын. Жақсы ат туралы бір әңгіме айтып берейін. Тыңдайсың ба? Деді. Кешкі кептеліс айтыңыз, жол қысқарсын, дедім мен. Бір торы айғырым болды. Енесін қырғыз жақтан алып келіп едім, деп әңгімесін бастады. Жақсы әңгіме екені кіріспесінен ақ көрініп тұр. Келген жылы тобылғы түстес торы құлын тапты. Тайында қысыр емді, құнанында тимедім, дөненінде бір-ақ тоқым салдым. Бестісінде бәйгіге қостым. Қатарынан 2-3 аламанды қара үзді. Кейін жүрісі қолайыма жаққан соң ешкімге бермей өзім мініп жүрдім. Көктемде үйіріне саламын, қыстай қолға ұстап мінемін. 90-шы жылдардың соңына қарай ауылдан үйірімен жылқы, өрістен мал жоғалатын қиын заман болды. Сол аласапыранда торы айғырдың да үйірі ізім қайым жоғалып кетті. 2003 жылдары туыстарымды іздеп Қытайға бардым. 70 жылдан кейінгі кездесу. Туыстарым шекараның түбіндегі Нарынқолға жапсарлас бір ауылда тұрады екен. Менің құрметіме тай сойып той берді. Бәйгесіз той болама. 2-3 ауылдағы қылқұйрықтарын жинап шағын бәйге берді. Аламаннан бір торы тай топ жарып жалғыз келді. Көзіме оттай басылды. Құдды менің баяғы торы айғырымды сойып қаптап қойғандай. Денесі шағындау демесеңіз, сол торы айғырдың өзі. Кекіліне жел қарысып, сұлу қыздай құлпырып тұрған торы аттың жанына қалай барғанымды өзім де байқамай қалдым. Мынау кімнің аты? Дедім. Жүйріктің жанында тұрған шабандоз балаға. Пәленшенікі, деді. Шақыр, дедім. Ұзын бойлы, көк көзді, ақ сары жүзі күнге күйіп, желге тотыққан, елуді еңсерген ел ағасы келді. Мына атты қайдан алдыңыз? Дедім даусым дірілдеп. Өзімдікі. Мүмкін емес. Елден сұраңыз, адал малым, дейді анау көзі шегірейіп. Қойшы, сонан соң әлгі аттың тегін тектей бастадық. Сөйтсем, баяғыда менің қорамнан жоғалған торы айғырдың үйірінен шыққан құлын екен. Сатып па, айырбастап па алыпты. Сал ұрып сол күні торы айғырдың үйірін таптық, жайлауда екен. Жануар менің даусымды естігенде сонадайдан осқырынып келіп қолымды иіскеді. Көңілім босап кетті, көзімнен тарам-тарам жас ақты. Жануардың жалын құшақтап көз жасымды қасымдағыларға көрсетпей сүртіп жатырмын. Сөйтсек, торы айғырды ұрылар бері өткізіп, сатқан ба, айырбастаған ба, бір үйір жылқының тоз-тозын шығарып жіберіпті. Менің бойтұмарымдай болған бұл жүйрігім бір жуас жылқышыға бұйырыпты. Ат танитын адам екен, үйіріне салып қойыпты. Менің атым екенін білген соң қазақтың жолымен ұрлап алмаса да ат шапан айыбын беріп, бір құлынды биесін сатып ақшасын қалтама салып берді. Кетерімде торы айғырды тағы бір рет көруге бардым. Жетелеп кететін ауыл арасы емес. Қимай-қимай қоштасып, жануардың жалы мен кекілінен кесіп алып, сілекейіммен терін сүртіп қалтама салып алдым. Содан бері қойнымда жүр деп қария тұмарша түйілген алақандай ақ матан алып шықты. Иіскеп қояды. Мен де танауыма әкелдім. Шіркін, жылқы иісі ғажап қой. Қан тамырларымды қуалап барады. Оқыған шығыс қызы Жарас Кемелхан. Достар, менің әңгімемді соңына дейін тыңдап, менімен бірге болғандарыңызға алғысым шексіз. Алдағы уақытта көптеген әңгімелерді баяндап беретін боламын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды жазып кетулеріңізді сұраймын. Бұл сіздер үшін 1-2 секундтық іс болғанымен, менің қазақша арнамның дамуына қосар үлестеріңіз зор болмақ.